429 есеп шығарайық. Назгүл кітаптың 5-тен 2-сін оқыды. Содан соң тағы 5-тен 1-ін оқыды. Ол кітаптың қанша бөлігін оқыды? Яғни 5-тен 2-сін оқыса, тағы оқыды ол 5-тен 1-ін. Сонда қосатын болсақ 5 болып, бөлімі 3. Яғни кітаптың 5-тен 3 бөлігін оқыған екен. Келесі 430 есеп. Бірінші күні жолдың 7-тен 1-ін, екінші күні 7-тен 2-сін асфальттады. Яғни бірінші күні 7-тен 1-ін асфальттады, екіншісі 7-тен 2-сін асфальттады. Қосатын болсақ 7-тен 3-ін, яғни 7-тен 3-ін асфальттап қойған жолдың. Енді жолдың қандай бөлігі асфальтталмаған дейді. Яғни барлығын 1 деп аламыз, одан азайтамыз 7-тен 3-ті. 1-ді біз 7-ден 7 деп жазып алсақ болады. Сонда 7-тен 3-ті азайтатын болсақ, 7-ден 4 бөлігі асфальтталмаған екен. Келесі 431 есебіміз. Дүкенге ай киімдер әкелінді. Бірінші күні әкелінген ай киімнің 11-ден 2-сі сатылды. Ал екінші күні 11-ден 3-і сатылды деді. Қосылған 11-ден 3-і сатылған екен. Яғни 2 күнде неше ай киімнің неше бөлігі сатылды дейді. Яғни екеуін қосамыз, деген сонда 11-ден 5 болады. Яғни барлық ай киімнің 2 күнде 11-ден 5 бөлігі сатылған екен. Келесі 432 есеп шығарайық. Спортшы бірінші күні минутта белгіленген аралықтың 9-дан 2-сін, екінші минутта 9-дан 5 бөлігін жүріп өтті. Ол 2 минутта неше жолдың қанша бөлігін жүріп өтті дейді. Қосайық, 9-дан 5 бөлік. Яғни 9-дан 7 болады. Яғни 2 минутта жолдың 9-дан 7 бөлігін жүріп өтті. Келесі 433 есеп. Эскаватор бірінші күні ордың 10-нан 3-ін, екінші күні 15-тен 1-ін қазды. Эскаватор 2 күнде ордың қанша бөлігін қазып шықты? Бірінші күні 10-нан 3-ін қазған екен, екінші күні 15-тен 1-ін қазған екен. Яғни бөлікті қосамыз, ортақ бөлім бізде 30 саны болады. 2-ден беремін, 3-ден беремін. Сонда бөлшектің бөлімі 30, 9 қосылған 2 болады. Сонда 30-дан 11 бөлігін қазған екен. 434 есептің біріншісін шығарамыз. 16-дан 9 азайтылған x-тен 2-ден 1. x-тен 16-дан 9 азайтылған 2-ден 1 болады. Ортақ бөлім береміз. 16 санының өзінен 16-ны 2-ге бөлетін болсақ, бізде 8-ге тең болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 16, 9 азайтылған 8. Сонда 16-дан 1-ге тең болады. Сонда x-імізден бізде 16-дан 1-ге. Келесі екінші есебін шығарайық. Так, x қосылған 3-тен 2-тен 8-ден 7. x-тен 8-ден 7 азайтылған 3-тен 2. Ортақ бөлім береміз 24 санынан. Так, 3-тен береміз, 8-ден береміз. Сонда 24, 21 азайтылған 16-ға тең. Сонда 24-ден 5-ге. Сонда x-тің мәні тең болады бізде 24-ден 5-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. x азайтылған 8-ден 3-ден 4-ден 1. x-ден 4-ден 1 қосылған 8-ден 3. Ортақ бөлім 8 санынан болады. 2-ден бердің бөлімі 8, 2 қосылған 3. Сонда 8-ден 5-ге тең болады. Сонда x-тің жауабы
8'den 5'ke.